Ал қалайсыздар? Жағдайларыңыз жақсы ма? Күндеріңізге сәттілік. Ал бүгін таңмен таласып тұрдық, күнделікті осылай қамыр илеп бауырсақ істеп жатырмын. Мінекей бауырсағым да пісті. Қып-қызыл қылып пісіргенді жақсы көремін жалпы. Осылай қып-қызыл қылып алып, тамақтың әрекетіне көштім. Морозилден шығарылған етімді ет тартқышқа осылай ары-бері ырылдатып айналдырып, бір-екі басқанан майдалатып жібереді. Осындай ет тартқыш өте жақсы. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай свежий. Осылай одан кейін картошка пиязымды ашып алып, күрішімді суға салып алдым. Не істейді деп ойлайсыздар бүгін біздің түскі асқа? Осылай барлығын қосып алып, менде қара бұрыш қалмаған екен, сол себепті үйдегі бар қызыл бұрыш пен тұзды салып жақсылап арада берде қозғап, осындай етіп алдым. Колбасы сорпа істейін деп жатырмын. Мінекей дайындап алдым. Дайын қазанға осылай жаңағыдан қалған фарштарымды қуырдым, суымды құйдым. Мінекей осындай менде бір приправа Галина Бланканың бір штугын салдым. Осылай су қайнағаннан соң галбусүйімді де салдым. Мінекей сал болған бетім. Арадан 45 минут, даже 1 сағаттай уақытты өткізіп жіберіп, біздің түскі асымыз да дайын болып қалды. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай барлығына осылай етіп құйып алдым. Азандағы істеген бауырсақпен ыстығына мен алла берсе балалар жеп алады. Бізде бүгін осылай мінекей сіздерге ашып көрсетіп жатырмын. Мінекей әдемі дәмді сорпамыз дайын болды. Балалар өте қуанып сүйсініп ішті. Ал бізге ас болсын, бізді көрсеңіздер, тіркеліп қолдап кетіңіздер. Мен тамақпен әуре болып жүрген кезде балам осылай онды бұлғап бір сурет түсіп алдық. Сау болыңыздар.